Сәлем достар, біз бүгін топ 10 тарихтағы ең ауыр ұшақ апаттары жайында айтатын боламыз. Жалпы ұшақ жердегі көлікпен салыстырғанда ең қауіпсіз көлік болып саналады. Дегенмен ұшақтар тарихында діттеген жеріне жете алмай, апатқа ұшыраған көптеген жағдайлар орын алғаны белгілі. Ұшақ апаттарының себептері әртүрлі болады. Атап айтқанда, ауа райы, ұшақтың дұрыс жұмыс істемеуі, ұшқыш қателігі және әскери әрекеттер де болады. Авиация саласындағы сарапшылардың авиация тарихындағы ең ауыр апаттары рейтингі жасаған екен. Олай болса, таныс болайық. Номер 10. 1985 жылы маусым айында Boeing Air India әуе компаниясының ұшағының апаты. Үндістан әуе компаниясының Boeing ұшағы алдымен Монреалдан Лондонға, Англияның астанасынан Делиге, одан кейін Бомбейге бағыт алған күрделі рейсті жүзеге асырған. Әуе лайнері Атлант мұхитының үстінде жарылып, жарылыстың күшті болғаны соншалықты ұшқыштар диспетчерге дабыл беріп те үлгермеген. Борттағы 329 адамның ешқайсысы аман қалмады. Апатқа ұшаққа орнатылған бомба себеп болған екен. Шабуыл үшін жауапкершілікті шағын, бірақ қатыгез үнділік лаңкестік топ сихилар алды. Оның өкілдері ел басшысы Индира Гандиді кезінде өлтірді дегенде айып тағылған еді. Номер 9. 1974 жылы наурыз айында Douglas DS-10 түрік әуе компаниясының ұшақ апаты. Стамбулдан Лондонға ұшып бара жатқан ұшақ Парижде жанармай құйған соң Франция астанасындағы әуежайда ұшаққа 334 адамды отырғызады. Ұшақ көтерілгеннен кейін бірден құлап жарылып, 12 жолаушы мен экипаж мүшелері толығымен қаза тапты. Қара жәшіктердің шифрын ашу арқылы қайғылы оқиғаға кенеттен ашылған жүк люкі себеп болғаны көрсетілген. Осыдан кейін қысымның төмендеуі және барлық жүйелердің істен шығуы орын алды. Бір қызығы, мәселеге қазірдің өзінде назар аударылған, бірақ бұл мәселені ешкімнің де шешкісі келмейтіні белгілі болды. Номер 8. 1996 жылғы қараша айында орын алған. Қазақстан мен Boeing South Arabian Airlines компаниясының Il-76 ұшағының апаты. Апат Үндістанның Чархи Дадри қаласында болды. Төмен биіктікте қазақстандық Il мен араб Боингтері соқтығысу нәтижесінде байқалды. Біріншісі төмен түсіп келе жатқан еді. Ұшқыш ағылшын тілін жақсы білмегендіктен диспетчердің жерден айтқан командаларын түсінбеді. Ұшақ Боинг жүріп келе жатқан әуе дәлізіне кіріп соқтығысты. Боинг бортындағы 300-ден астам адам және кеңес ұшағындағы 40-қа жуық адам қаза тауып, оның себебі ұшқыштың қателігі болып шыққан екен. Номер 7. 1985 жылғы тамызда Boeing JAL апаты. Ұшақ Жапонияда Осака қаласында жақын жерде апатқа ұшырады. Ұшақ көтерілгеннен кейін бірнеше минуттан соң ұшақтың гидравликалық жүйелері істен шыққан. Экипаж оны ауада ұстай алмай, ұшақ тауға келіп соғылған. 520 адам қаза тауып, 2 әйел мен 2 бала аман қалған. Тергеулерден кейін ұшақтың құйрығы алдындағы қатты қоңыраулардың бірі зақымдалғаны анықталды. Жөндеу бойынша ұсыныстар орындалмаған, сондықтан әуеде әуе лайнерінің жүйелері істен шыққаны белгілі. Номер 6. 1988 жылғы шілде айында А-300 Иран ұшағы апаты. Ұшақты Иранның жойғыш ұшағы деп ойлап, ақш әскери теңіз күштері зымыранмен атып түсірген. Нысанаға әскери крейсерден тигені белгілі. Ұшақ апатынан 290 адам қаза тауып, оның ішінде 65-і балалар болған. Бір қызығы, ақш әскери теңіз күштерінің өкілдері болған оқиға үшін Иран тарапынан кешірім сұрамаған. Тіпті болған оқиға үшін де жаза болмаған. Номер 5. 1996 жылдың қаңтар айында орын алған Ан-32Б Конго ұшақ апаты. Қайғылы оқиға ұшу-қону жолағында болды. Ресей ұшақ жүк кемесі шамадан тыс жүк тиеп, ұшқыш жүктің ұшақтың мүмкіндіктеріне сәйкестігін тексермей әуеге көтеріле бастаған. Алайда шамадан тыс жүк тиеген ұшақ көтеріле алмай, ұшу-қону жолағында іргелес жатқан базар аумағында құлаған. Бұл кезде базар лық толы болған еді. 300-ге жуық адам мен ұшқыш қаза тапқан. Номер 4. 2014 жылдың шілде айында Малайзия Боингінің апаты. Амстердамнан Куала-Лумпурға ұшқан лайнер Донецк облысында апатқа ұшырады.
Апат сол кезде Украина аумағында жүріп жатқан белсенді ұрыс қимылдары кезінде орын алды. Апат саяси мәмілеге айналды. Батыс бұл оқиғаға Ресейдің кінәлап, ұшақты ресейлік Бук зымыранымен атқылағанын алға тартты. Дегенмен тағы да бір нұсқасы бар. Ұшақты украиндықтар қателесіп атып түсірген дегенде болжам бар. Тергеу аяқталмады, өйткені оның айналасында тым көп саясат болған еді. Номер 3. 1980 жылы тамызда Lockheed Сауд Арабиясы саудиялық компанияның ұшағы Эр-Риядтан Жиддаға ұшып бара жатқан. Ұшақ көтерілгеннен кейін бірден жүк бөлігінде өрт шыққан туралы сигнал түсті. Күшті өрт басталғалы экипаж әуежайға оралуды ұйғарды. Ұшақ қонғанымен экипаж эвакуациялық люктерді аша алмады, ал ұшқыштар өртті сөндіру туралы жерден берілген нұсқаулықтарды түсінбеген. Төтенше жағдайда тіл білмей, қиын жағдайда абдырап қалған ұшқыштардың кәсіпқой еместігі себеп болып отыр бұл апат. Номер 2. 1977 жылы наурыз айында Канар аралдары Boeing KML және Boeing Pan American ұшақ апаттарын айтуға болады. Ұшақ апаты 500-ден астам адамның өмірін қиды. Екі лайнердегі жолаушылар демалыста Лос-Пальмасқа ұшып бара жатқан. Нидерланд әуе компаниясының ұшқышы қатты акцентпен сөйлеген диспетчердің пәрмендерін түсінбегендіктен ұшақтар қону кезінде соқтығысқан дейді. Барлығы өлген жоқ, әрине 61 адам аман қалған екен. Ұзақ уақыт тергеуден кейін Нидерланд әуе компаниясы болған оқиға кінәлі емес екендігі анықталған соң, КМЛ жәнәгі компаниясы қаза тапқандар мен зардап шеккендерге өтемақы төлеген екен. Номер 1. 2001 жылы 11 қыркүйектегі ақш-тағы ұшақ апаты. Жоғарыда аталған апаттар 2001 жылдың күзінде Нью-Йоркте болған оқиғамен салыстырғанда жай болып қалады шамасы. Америкалық ұшақтар қаланың көп қабатты үйлеріне кезек-кезек шабуыл жасады. Әл-Каида лаңкестік тобының қатысы бар шабуылдан 3000-ға жуық адам қаза тапты. Олардың арасында азаматтық кемелердің жолаушылары, көп қабатты үйлердің тұрғындары, құтқарушылар мен өрт сөндірушілер де бар. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосайық.